Ел бойынша мал ұрысы атты кең ауқымды жедел профилактикалық іс-шарасы өткізілді. Бұл ауыл тұрғындарының мүлкін қорғауға және мал ұрлығын болдырмауға бағытталған Ішкі істер министрлігінің жоспарлы іс-шарасы. 3 күн ішінде полиция қызметкерлері мал тасымалдаған 12 мыңнан астам көлікті, 3,5 мыңнан аса сатып алу орындарын, сондай-ақ 8 мың шаруа қожалықтары мен фермаларды тексерді. Нәтижесінде Астана мен Алматы қалаларында 6 заңсыз мал сою цехының жұмысы әшкереленіп, елорданың базарларының бірінде ет сатуға арналған жалған мөр қолдану фактісі анықталды. Полиция мал ұрлығына қатысы бар 113 адамды ұстады. 20 қылмыстық топтың әрекеті тоқтатылды. 107 мал ұрлығы жедел ашылды, 800-ден астам бас мал иелеріне қайтарылды. Мысалы, Павлодар облысында 6 эпизод бойынша 43 бас ірі қара малды ұрлаған 4 адам құрылған топ ұсталды. Жетісу облысында да 50 бас ірі қараның ұрлығына қатысы бар 4 адамның тұратын топ анықталып, қылмыс дер кезінде тоқтатылды. Ақтөбе облысында полицейлер еркін жайылымда жоғалған 20 жылқыны тауып иелеріне қайтарып берді. Малды қараусыз қалдырмаңыздар, міндетті түрде таңбалап, жоғалған жағдайда бірден полиция хабарласыңыздар. Әрбір сағаттың маңызды екенін есте сақтаңыздар.